Жаңа ғана еліміздің бас прокуратурасында Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаға байланысты баспасөз брифинг өтті. Соңғы мәліметтермен тілшіміз таныстырады. Жаңаөзенде орын алған жаппай тәртіпсіздік нәтижесінде 13 адам қаза тауып, 86 адам жарақат алған. Ал жаппай тәртіпсіздікке қатысы бар деген азаматтардың бұрын 70-і ұсталса, қазір тағы 60-қа жуығы қамауға алынды. Еліміздің бас прокуратурасы бүгін осылай деп мәлімдеме жасады. Бұл адамдардың кейбіреулері құқық бұзушылардың әрекеттері салдарынан қаза тапқан. Атап айтқанда, құқық қорғау органдарына қайтыс болған 1987 жылы туылған Жаңаөзен қаласының кәсіптік техникалық лицейінің мұғалімі Дүйсекенов Атаберген Хасанұлының әкесі 16 желтоқсанда қаланың алаңында өзінің ұлын бұзақы элементтер мерекелік шараларға өз тәрбиеленушілерін алып келген үшін өлтіріп кетті деген арызбен жүгінді. Бұтырал оқпен атылатын қарудан жарақат және атыс қаруын немесе арнайы құралдарды қолданумен байланысты емес дене жарақаттарын алған зардап шеккендер де бар. Тәртіпсіздіктердің жолын кесу кезінде құқық қорғау органдары бұтырал қаруды қолданбағандығына, сондай-ақ олардың шабуылшылармен тікелей байланысқа түспегеніне орай көрсетілген сипаттағы жарақаттардың құқық тәртібінің күштерінің тарапынан келтірілуі мүмкін емес. Ресми өкіл Жаңаөзендегі қазіргі жағдай тұрақталып жатқанын да жеткізіп отыр. Соңғы тәулікте Жаңаөзен қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының ғимаратын басып алу, сондай-ақ жекелеген талаушылық және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне шабуыл жасау фактілерінің жолы кесілді. Дей тұрғанымен, жаппай қантөгістер туралы қауесеттер ешқандай негізсіз, анық жалған ақпарат болып табылады және арандатушылық мақсатта таратылуда. Соңғы тәулікте тәртіп сақтау органдарымен Жаңаөзен қаласында атыс қаруын қолданудың бірде-бір фактісіне жол берілген жоқ. Сондай-ақ бас прокуратура Маңғыстау облысында орналасқан Шетпе станциясында орын алған оқиғаға байланысты мәлімдеме жасады. Кеше 2011 жылдың 17 желтоқсанында шамамен сағат 13:24 жергілікті уақыт бойынша Маңғыстау облысында орналасқан Шетпе темір жол станциясында адамдар тобымен Маңғышлақ Ақтөбе қатынасындағы 309 жолаушылар пойызының қозғалысы бөгелді. Пойыз ішінде 369 жолаушы болған. Қозғалысты бөгеген адамдар тобы Жаңаөзен қаласындағы жаппай тәртіпсіздіктер қатысушыларын қолдауға шақырумен шықты. Темір жол желілерін бөгеу нәтижесінде көліктің қалыпты жағдай жұмысы бұзылып, 7 жолаушылар және 9 жүк тасымалдау пойыздары тоқтатылды. Прокуратура қызметкерлері берген заң түсіндіруді елемей, сондай-ақ полиция қызметкерлерін және жергілікті атқарушы органдарының талаптарына бағынбай, акцияға қатысушылар пойыздардың қозғалысы үшін темір жол желілерін босатудан бас тартты. Осы шабуылдар салдарынан ішкі істер органдарының 5 қызметкері әртүрлі дене жарақаттарын және күйіктерін алды. Бұзақылардың әрекеттері бейбіт тұрғындардың және полиция қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығына айқын қауіп төндіріп тұрғанын ескере отырып, полицейлер бірнеше рет ескерту атыстарынан кейін амалсыздан қару қолдануға мәжбүр болған. Бұл ретте атыстар негізінен ауаға және бұзақылық жасаушы топтың аяқтарына қарай атылған ерекше атап көрсеткен жөн. Олардың тарапынан зардап шеккендердің 12-сінің 8-і аяқтарынан жарақаттанған. 5 адам медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйлеріне қайтарылды. 6-ы ауруханаға жатқызылды. 1-і бұрын хабарланғандай қайтыс болды. Желтоқсанның 17-сінен 18-іне қараған түні бұзақ топпен сондай-ақ мынандай шабуылдар жасалған. Өзен Жетібай аралығындағы өткел кезекшісінің үйшігіне жаңғыз қоспалары бар бөтелке лақтырып, оның салдарынан өрт шыққан. Шетпе 13-ші разъезд аралығындағы 309 километрде жолды және ағаш балдарды жағып жіберген. Шетпе 13-ші разъезд аралығындағы 307 километрде қаптамалар мен үлкен шегелерді алып тастап, рельстерді бұзған. Бұл өз кезегінде пойыздардың, оның ішінде жолаушылар бар пойыздардың апатына алып келуі әбден мүмкін еді. Осы фактілер бойынша қылмыстық істер қозғалды. Қазіргі уақытта
аталған қылмыстарды жасады деген күдікпен 4 адам ұсталды. Жауап алу және басқа да кезек күттірмейтін тергеу амалдары жүргізілуде. Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтың айтуынша, дәл қазір Жаңаөзен қаласы мен Шетпе станциясында жағдай бір қалыпқа келтірілді. Сондықтан арандатушылық мақсатта кейбір тұлғалардың тарататын жалған ақпаратқа халықты сенбеуге шақырып отыр. Эльвира Тағайқызы, Еркебұлан Құрманалиев, Жетіген.